үй жағдайында кунжут пен мактан керемет пирог жасап тастайтын боламыз. Үйімдегі бар мен базар қылып жасадым бүгін. 3 жұмыртқаны алдыменен жарып, оны жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін оған 200 граммдай қант қосасыздар. Қантты да өз қалауларыңызбен қоссаңыздар болады. Оны да жақсылап араластыратын боламыз. Оған 150 миллиграммдай сүт қосып, жақсылап араластырамыз. Жүз 180 миллиграммдай сұйық майды құямыз, араластыра отырып, онды да аз-аздан сала отырамыз. Осылай араластырып, оған 1,5 кішкентай ас қасық разрыхитель тез салатын боламыз. Ұнымыз 200-220 миллиграммдай салынады. Қатты қою, қатты сұйық болып кетпеу керек. Онды осылай араластыра отырып, салып отыратын боласыздар. Ең бірінші баяу жағымен қозғап аласыздар осылай блендермен. Одан кейін барып, дайын болды-ау деген кезде міне осылай болу керек пирогымыздың. Сұйық қатты болып кетпеу керек, не болмаса қатты қою болып кетпеу керек. Оған мак пен кунжутты салатын боласыздар. Арнайы фольгамызды осылай формаға салып қоямыз. Оған дайын болған қоспамызды әдемілеп тұрып салатын боламыз. Біркелкі етіп. Дайын болған қоспамызды осылай духовкаға салатын боламыз. Екі жағы да пісетінге қойып, 180 мен 150 аралығында пісіріп аламыз. Жарты сағатта не болмаса 25 минутта піседі. Зубочистка менен арасын осылай шұқып көрсеңіздер болады. Піскен піспегенін білетін боласыздар. Пирогымызды формадан шығарып аламыз. Міне осылай шықты. Кекс жасасаңыздар да болады. Ыстық болып тұрған пирогтың бетіне үйдегі сары май не болмаса қаймақты осылай жақсаңыздар болады. Әдемі болып сіңеді. Суыған пирогымыздың үстіне тағы да қаймақты біркелкі етіп жағып шығамыз. Неге десеңіздер, кунжут оған жабысып тұру керек. Осылай кунжутты сеуіп, әдемілеп шығасыздар.
видеомыз дайын болды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте дәмді шыққан. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге.